Сәлем қыздар. Бүгінгі сабақ букетті бір жаққа жинау техникасы. Ол үшін клубникаларыңызды шоколадқа батырып, өстіп шпажкаға жинап аласыздар, как обычно. Сосын қараңыздар. Екі шпажканы алып, обычно X қылып скотчтаушы едік қой. Қазір тіке қылып, тіке екеуін біріктіріп скотчтауыңыз керек. Скотчты желательно орта жақтан бастаңыздар. Шпажканың. Вот. Екі шпажканы біріктіресіздер, айқастырмайсыздар. Жақсылап қатты қылып бекітіп алыңыздар екеуін. Енді келесі клубникаларда қыздар осы екеуінің артына, араларына кигізіп жинайсыздар. Мысалы, 2 клубника қойдым. Енді келесі артына 3 клубника қоямыз. 3 клубниканың артына 5 клубника қоямыз. Солайынан араларына 2 клубниканың арасы ойық болып тұрады, сол арасына келесі клубниканы кіргізіп, яғни солайынан жоғары қарай, как пирамида жинайсыздар. Неке қараңыздар. 2, 3, и дальше больше қанша штук істегіңіз келеді, солайынан жинай бересіздер. Вот осылайынан бір жаққа қарай букеттеріңіз жиналады қыздар. Яғни арт-артына жинай бересіздер, тау-тау қылып. Енді дальше скотчтайсыздар и скотчты керісінше айналдырып скотчтайсыздар. Сыртына пленкасы, защитный пленкасы жабысу үшін теріс айналдырып скотчтайсыздар. Астындағы артық шпажканы тегіс қылып кесіп тастайсыздар қайшымен. Секатор болса секатормен.
Дальше енді упаковкасын ораймыз, қыздар. Мындай упаковканы алып, листтарды кесіп дайындап аласыз. 4-ке бөлесіз. Вот. Енді жиналған букетіміздің сыртын защитный стеклосын ораймыз. Слайынан саламыз. Екі жағын әдемілеп жинап алып келесіздер да скотчпен орайсыздар. Тоже, как обычно, вот скотчтап и керісінше айналдырып скотчтап шығасыздар. Қазір сыртына упаковкасы жақсы бекітілу үшін липкий болу керек. Дальше вот енді осы формаға сәйкестендіріп упаковка ораймыз. Бір лист астына қойып, екі жағынан скотчтаймыз, қыздар. Жалпы осы упаковканы орау тәсілін жеке сабақ қылып та сіздерге жіберетін боламын. Мұқият қарап қайталаңыздар.